Құрметті ертегі бөбекжай ұжымы. Мен ертегі бөбекжайында тәрбиеленіп жатқан жамбыл ұлы Раянның анасы Ғалия Төлегенқызы. 1 наурыз алғыс айту күніне орай баршаңызға шын жүректен ризашылықты білдіремін. Салтанат Тасжанқызы бастаған Ақ Қоян тобының тәрбиешілері Зәуре Қуағалиқызы мен Самсагүл Жексенғалиқызына ерекше алғыс айтқым келеді. Сіздер баламызға тек білім мен тәрбие біліп қана қоймай, мейірім мен жылулық сыйлап, әр күнін шаттыққа бөлеп келесіздер. Раянның балабақшаға қуанып баруы сіздердің адал еңбектеріңіздің айғағы. Балаларға деген шексіз қамқоршылықтарыңыз, сабырлықтарыңыз мен кәсіби шеберліктеріңіз үшін үлкен рахмет. Еңбектеріңіз еленіп, абыройларыңыз арта берсін. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Ізгі тілекпен Жамбыл ұлы Раянның анасы Ғалия Төлегенқызы. Құрметті ертегі бөбекжай ұжымы, сіздерді көктемнің алғашқы күні, 1 наурыз күні алғыс айту күнімен құттықтаймын. Сіздерге осыны пайдаланып, сіздердің еңбектеріңізге зор ризашылығымды білдіремін. Баламды тәрбиелеп, оған әр күніне қуаныш сыйлап, жақсы тәрбие беріп, білім, сапалы саналы тәрбие, білім беріп жатсыздар. Балам әр күні сіздердің арқаларыңда өлең, дақпақ жаттап беріп, біздерге айтады, жақсы тәрбие алып өсіп келе жатыр, дамып келе жатыр. Оның бәрі сендердің арқаларың, сендердің еңбектерің. Әр баланың жүрегіне жылы сезім беріп, мейір беріп, оларды тәрбиелеп жатсыздар. Сіздерге ризашылығым шексіз. Сіздердің еңбектеріңіз әр күні көріне берсін, биіктен көрініңдер. Сіздердің отбасыларыңызға бақыт, еңбектеріңізге табыс, әр күндеріңіз жақсы күнмен атсын, еліміз тыныш болсын. Сіздерді зор жаңағы алғыс айту күнімен құттықтап, осы ризашылығымды білдіремін.